Жетісу облысында бір айдың ішінде 2000-ға жуық адам банкрот деп тану бойынша өтініш қалдырған. 40 адамның өтініші қабылданып банкрот атанды. Ал 374 азаматтың өтініші кері қайтарылды. Оған себеп мүліктерінің барын көрсетпей, құжатта дұрыс толтырмаған. Айта кетейік, Қазақстанда 1,1 миллион адам банкроттық туралы заң көмегімен қарыздан құтыла алады. Бұл туралы қаржы вице-министрі Ержан Біртанов айтқан болатын. Бұл заң бойынша кімдер өтініш бере алады? Нақтыласақ, несие қарызыңыз 1600 айлық есептік көрсеткіш, яғни 5.520.000 теңгеден аспаса, оны кейінгі бір жылдың көлемінде төлеуіңіз қажет болса да, өтеуге мүмкіндігіңіз болмаса, атыңызда жылжымайтын мүлік, жер учаскесі немесе көлік рәсімделмеген болса, өзіңізді банкрот деп танып, өтініш бере аласыз. Айта кетейік, екінші деңгейлі банктегі микроқаржы ұйымдарындағы несиелерді және несиеңіз коллекторларға өтіп кетсе де өтініш беріп, несиені жабуға болады. Банкрот деп танылу үшін өтінішті тұрғылықты мекен-жай бойынша сотқа жүгініп беруге болады. Алайда мамандар банкрот деп танылудың да кемшіліктері барын ескертеді. Арыздар жан-жақтан түсіп жатыр, ол қаладан да түсіп жатыр, аудандарда. Бізде осы мемлекеттік кірістер департаментінде 10 аудан бар, 10 ауданда жан-жақтан түсіп жатыр. Оның барлығы арыздар жаңағы ЕГОФ арқылы түседі, салық азамат арқылы түсіп жатыр. Банкрот деп жарияласа, мысалы, ол 5 жылға дейін жаңағы банктардан кредит аламайды. Содан кейін екіншіден заявление, жаңағы арыз жазған уақытта банкротқа егер берем десе 7 жылдан кейін бірақ бере алады.